Сәлеметсіздер ме? Бүгін реккассаға қалай чек ұрамыз, сол туралы айтамын. Яғни кассаны еміш таңдап аламыз, үстіне касса дегенде. Менде ИП данышпан деп тұр кассаның аты. Сосын позицияны таңдаймыз. Добавить. Яғни наименование дегенге жазамыз атын. Яғни менде оқу орталық болғандықтан сабақ болады көбіне. Жазамыз. Яғни количество 10 сабақ. Мұнда яғни қанша килограмм, литр, грамм, тонна. Менде тек штук деп болады. Яғни бір сабақ 800 теңге. Итого 8000 теңге өзі автоматты түрде шығады. Скидка қандай процентпен қанша скидка жасадыңыз? Немесе теңге бойынша или наценка в теңге. Оның барлығын өздеріңіз жазасыздар. Сосын добавить дейміз. Добавить еткеннен кейін тағы да добавить етіп, яғни мысалы басқа математика деп жазуыңызға болады. Отменить маған ол керек емес әзірше. Наличные ма, әлде карта ма? Менде наличные. Скидка болған жоқ. К оплате, яғни 8000 теңге. Толық 8000-ді бергендіктен зачаға ештеме жазбаймыз. Далее. Неге былайынан шығады? Чек. Мұнда бассақ продажа, яғни возврат қайтарып беруге болады. Внесение денег, изъятие денег. Бізге ол керек емес. Бізде мұнда продажа. Сосын міне фискальный чек шықты. Осы фискальный чекті біз өзіміздің, яғни компьютерімізге шығарып алуымызға болады. Немесе электронный почта арқылы, мінекей компьютер, яғни шығарып алуға болады. Электронный почта арқылы жіберуге болады. Сонымен қоса WhatsApp-қа жіберуге болады. Өзімізге сохранить етуге болады. Тағы да басқа, мысалы, мессенджер, Instagram арқылы жіберуге болады. Мынаны басасыз сонда.